мәңгілік естілермен мен сүйікті оқушыларым. Бүгін сендермен қазақ тілі әдебиетінің келесі видео сабағын жалғастырамыз. Бүгін біздің сабақтың ең басты тақырыбы бұл мәңгілік бала бейнесі. Ендігі кезекте экранға назар аударсаңдар, бүгінгі сабақта біздің үйренетін тақырыбымызды мына жерден тамашалауларыңа болады. Жарығай! Жарығай! Мен келдім. Жарығай! Менің ақылым дұрыс, сезімім бүтін. Мен өзіме адам сияқтымын. Ал басқаларға адам сиқы жоқ, адамдықтан ажыраған, адам пейілін тәубаға түсірер мүгедекпін. Мүсәпірмін мен. Ауылдың адамдары мені көрсе, бұны Алла тағала әдейі адамдар қол аяғының дін амандығына, 12 мүшесінің саулығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма? Солай ма, Жарығай? Айтшы. Сонда мен кіммін? Мен енді өспеймін бе? Мәңгілік осылай бала кейіпте қала берем бе? Айтшы, Жарығай. Мен енді өспеймін бе, Жарығай, айтшы. Неге үндемейсің? Жарығай, неге үндемейсің? Ал енді балалар. Мен сендердің білімдеріңнің толағай табыс тауып, және де тапсырманы уақытында орындайтындарыңа сенемін. Бейнероликті көріп болсақ, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Әңгіме кейіпкері Ләйла жазушы қиялынан туған ба, жоқ әлде өмірде болған ба? Ләйланың Жарығаймен сырласуының сыры неде? Ләйла дәл бүгінгі таңда өмір сүрсе тірі қалар ма еді? Бүгінгі қоғамда мүмкіндігі шектеулі жандардың орны қандай? Шығарма неліктен мәңгілік бала бейне деп аталады? Бес саусақ әдісі арқылы Ләйлаға тура және